Кемпір мен шал немересін ортаға алып жатады дейді. Шал кемпірге шаруасын бітірейін деп еңбектеп келе жатса, кемпірі: «Ой, албасты баршары, немере ояу жатыр», депті. Тағы бір еңбектеп келе жатса, кемпірі: «Ой, албасты, немере ояу жатыр», деп қайтарыпты. Сөйтіп кемпір ұйықтап қалады. Шалы тағы еңбектеп келе жатса, немересі ояу дейді. Апасын оятып: «Ана албасты тағы келе жатыр», депті. Бір орыс баласына өсиет айтыпты: «Мен өлгенде қазақ зиратына жерле», деп. Кейін баласы өсиетін орындап, қазақтың арасына жерлепті. 3 күн өткен соң баласының түсіне кіріп: «Мені басқа жаққа жерлеш, кімің бар?» деп қазақтар араққа жұмсай береді екен, депті. Бір мұғалім шаш қысқартып отырса, шаштараз: «Сіздерге фронтальный келе жатыр дейді, рас па?» деп сұрапты. Мұғалім: «Білмедім», деп жауап береді. Біраздан кейін: «Фронтальный келе жатыр екен ғой?» деп тағы сұрапты. Білмедім», дейді. 3-ші рет сұрағанда мұғалім: «Неге қайта-қайта сұрай бересің?» деп ренжіпті. Сонда шаштараз: «Сізден сұраған кезде шашыңыз тұрып кетеді, қысқартуға оңай болып жатыр», депті. Бір күні екі құдағи кездесіп, қыздың дүниесін ақылдасып жатыр дейді. Қыздың шешесі қағаз қалам беріп: «Ал құдағи, жаз не керегін?» деп жігіттің шешесіне айтыпты. Сөйтіп әлгі құдағи жанына не керек барлығын жазған ғой. Қыздың шешесі қарап тұрып: «Бір нәрсені ұмытып кетіпсің ғой», деген ғой. «Не ұмытыппын құдағи?» десе: «Зеленка», депті. «Ойбай ау құдағи, зеленканы не істеймін?» десе: «Езуің жыртылғанда жағасың», депті. 3 кемпір отыр дейді. 50-де, 60-та, 70-те. 50-дегісі: «Той, әлі көзім жақсы көреді, инені өзім сабақтаймын», деп мақтаныпты. 60-тағысы: «Твай, көз тимес екен, құлағым әлі күшті естиді», десе, 70-тегісі: «Твай, біреу алып қашып кетпес екен, әлі қызбын», депті. Күйеуі 1-2 күннен кейін мас болып келіп, төсекке құлай кетіпті. Әйелі: «Қайда болдың?» деп сұрай алмай: «Жарайды, ертең сұраймын», деп қасына жата салады. Түнде күйеуі: «Әлия», деп қатынын құшақтай береді. Әйелі мұны ести сап, ас үйге кіріп: «Әлияны көрсетейін саған», деп ауырлау заттарды салдырлатып іздей бастайды. Күйеуі оянып, сұмдық болғанын сезіп, ол да ас үйге кіре сап, дәу пышақты алып қораға қарай беттейді. «Қайда барасың?» десе: «Қара қойды союға». «Не үшін?» «Түсіме Әлия мен Мәншүк кіріп жүр, Құран оқытамыз», депті. «Папа, мұстандар өмірде жоқ қой, иә?» Әкесі әйелі жаққа бір қарап: «Кішкентай кезімде мен де солай ойлаған едім». Бір ауылда шалы қайтыс болған бір кемпір науқастанып қалыпты. Балаларының апармаған дәрігері, көрсетпеген бақсысы қалмапты. Бір күні алыстан бір мықты тауып алдырыпты. Тауып кемпірді тексеріп көріп, балаларына: «Шешелерінің ауруы жоқ екен. Сендер бұл кісіні жазылсын десеңдер, бір шал тауып беріңдер», депті. Мұны естіген балалары тәуіпке ренжіп: «Біздің бір кемпірді бағуға шамамыз келеді», деп шамданыпты. Ал мұның барлығын естіп отырған шешесі: «Балаларым, бұл тауып өте мықты тәуіп екен. Осының айтқанын бір сынап көрмейсіңдер ме?» деген екен.